Ақтауда жезөкшелердің көбейіп бара жатқаны байқалады. Бұл жағдайда әдеттегідей профилактикалық және күнделікті жұмыс барысында полиция қызметкерлері анықтап отыр. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз орталығының хабарлауынша, бүгінде 300-ге жуық жезөкшелер профилактикалық есепте тұр. Жыл басынан 271 бап бойынша 5 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Жеңіл жүрісті қыздарды анықтау, дұрыс жолға түсуге шақыру, яғни профилактикалық әңгіме жүргізу мақсатында полиция қызметкерлері кезекте рейдке шықты. Қыздардың негізгі жиналатын орны 4-ші және 5-ші шағын аудандағы автобус аялдамасы. Жолдың бойына жас қыздар мен келіншектер күндіз және кешкі мезгілде шығады. Кезекте рейд кезінде учаскелік инспекторлар қыздардың жол бойында тұрғаны жөніндегі жедел ақпаратты тексеріп көрді. 4 бойжеткеннің не істеп тұрғандарын бірден ақ түсіндік. Алдымен олар қалалық ішкі істер басқармасына жеткізілді. Одан соң олардың паспорттары сұралды. Әдеттегідей бұндай жағдайда полиция қызметкерлерінің еститін жауабы бір: құжаттарымыз үйде. Бұл жауапты шындыққа ұласатынын анықтау үшін тәртіп сақшылары олардың тұрып жатқан мекен жайына да барды. Бірақ есік кілтеулі. Қыздардың сөзіне сенсек, ешқайсысында да кілт жоқ. Ал құжатқа келсек, жеке куәліктер пәтер иесінде деген жауап алдық. Бұл қыздардың жеке бастары анықталмаған соң, олар қабылдау бөлу орнына уақытша қамауға алынды. Біздер қолымыздан келгенін жасаудамыз. Оларға бұл жұмыстың қауіпті екенін түсіндіреміз. Алдымен жақсы, енді қайтып ол жерге шықпаймыз дейді. Бірақ арадан біраз уақыт өткеннен кейін баяғы жолға қайта түседі. Аймақ болғаннан кейін учаскелік инспекторларға жұмысты жүктеп отырмыз. Әркім әртүрлі айтыстайды. Бірі Ассалаумағалейкум, қадірлі телекөрермендер, эфирде кезекші бөлім бағдарламасы. Облысымызда Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитеті басқармасынан құралған ұйымдасқан қылмыстық топ анықталды. Оны Маңғыстау облыстық прокуратурасы және ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері анықтап отыр. Аталмыш ұйымдасқан қылмыстық топ ұзақ уақыт аралығында медициналық құжаттарды өзгертіп, қамаудағы қылмыскерлерді жазасын өтеу мерзімінен бұрын босатқан. Ал бостандыққа шыққандардың қатарында ауыр және аса ауыр қылмыс жасағандар бар. Осындай жолмен оңай олжа табуды көздеген басшы құрам мен дәрігерлерге пара алды деген айып тағылып отыр. Жазасын өтеушілерді босатуға қатысты 11 құжат анықталып, олардың ішінде 7-еуі бостандыққа заңсыз шығарылған. Тағы 4 қылмыскерлерді еркіндікке шығаруға дайындаған. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті олардың алдын алды. Қылмыскерлер темір торға қайта қамалды. Қылмыстық атқару жүйесі басшыларының және медицина саласы қызметкерлерінің үстерінен барлығы 16 қылмыстық іс қозғалып, сотқа жолданды. Іс Ақтау қалалық нөмірі 2-ші сотында судья Досмұхамбетованың төрағалығымен қаралған болатын. Сот үкімі 8 күдіктіге шығарылды. Алтынханов, Тренкин, Сейтімбетов, Чөтбаев, Ақжігітов, Девятникова, Қырқымова, Жанқұлов. Оларға қылмыстық кодекстің кемінде 10 бабы бойынша кінә тағылған болатын. Қылмыстық атқару заңдылықтарының орындалуын қадағалаушы орган қызметкерлері өздерінің лауазымдарын асыра пайдалана отырып, пара алу арқылы әлеуметтік қауіпті адамдардың мезгілінен бұрын бостандыққа шығуына ықпал етті. Олар жазасын өтеушілерге жалған диагноз қойылуын ұйымдастырумен айналысты. Дәніккеннен құныққан жаман. Сыбайлас жемқорлар арасында бұрын-соңды денсаулығына шағымданбаған бақандай 8 қылмыскер туберкулездің аса қауіпті асқынған түрімен ауыратын болып шықты. Назначить Алтынханову по статье 235 части 4 УК РК 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По статье 307 части 2 УК РК 3 года лишения свободы. По статье 314 части 2 1 год лишения свободы с лишением права занимать должности в государственной службе до 3 лет. На основании статьи 58 части 3 путем частичного сложения наказания более строгим окончательно назначить 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в государственной службе до 3 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания исчисляется с момента содержания 6 июля 2007 года. Меру пресечения оставить в прежнем виде ареста. Облыстық прокуратура қызметкерлері 2006 жылдан бері жазасын өтеушілердің заңсыз босатылғандығына тексеріс жүргізді. Нәтижесінде медициналық сараптамалар ұйымдасқан қылмыстық топтың заңсыз әрекеттерін әшкереледі. Сот үкімі бойынша құқық бұзушылыққа мұрындық болған Алтынханов пен Тренкин 9 жылдан бас бостандығынан айырылды. Ал Амангелді Сейтімбетов 4 жылға қамалады. Олардың мүлкі де тәркіленеді. Топ тасасында жүрген 4-еу, яғни Төлеген Чөтбаев, Жалғасбай Ақжігітов, Серік Жанқұлов, Құндыз Қырқымова жазаларын шартты түрде өтейтін болды. Енді бұл 8-дік 3 жыл көлемінде мемлекеттік қызметке орналаса алмайды. Дегенмен прокурорлар бұл жазаның әлі де жеткіліксіз екенін алға тартып отыр. Апелляциялық наразылық келтірілетін болады. Өйткені бұл сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстық іс.
Сонымен қатар жаңағыдай лауазым тұлғалар Тренкин, Алтынханов, Сейтімбетовтер осы бап бойынша ақталып отыр. Онымен келіспегендіктен апелляциялық наразылық келтірілетін болады. Ұйымдасқан қылмыс бойынша сот әділ бағасын берді деп ойлаймыз. 235 баптың 4-ші бөлігі осы ұйымдасқан топты құру және оны басқару деп аталады. Сол баппен бұл екі адамды кінәлі деп тапты сот. Бұл жағынан келісеміз. Біреулер мойындап, біреулер жартылай, біреулер вообще мойындамай отыр. Тіпті мойындамай отыр. Бұл жөнінде әркімнің өзінің құқы, ары қарай шығып қуынамын десе, ары қарай апелляциялық шағым келтіремін десе, олардың еркі. Сонымен қатар ол қорғау мәселе шешілген, сот мәжілісінде адвокаттар, қорғаушылар қатысып отыр, әркім өз ойын пікірін білдірді. Неше күннің ішінде олар 15 күндік мерзімі бар. Сол үшін апелляциялық мерзім деп аталады, жаңағыдай облыстық сотқа қуына алады, шағымдана алады. Яғни құқық қорғау органдары мен сот жүйесінің қажырлы еңбегін түкке тұрғысыз қылып тастаған қылмыскерлердің жазасы қатая түсуі ықтимал. Бірақ бұл істің соңы немен аяқталатынын уақыт көрсетеді. Сотта қаралған бұл қылмыстық істің соңғы нүктесі әлі қойылған жоқ. Судьяның шығарған шешімімен көбі келіспейтіндерін айтты. Адвокат пен прокурор істі қайта қарауды талап етеді. Қорғаушыға Алтынхановтың кінәлі емес екенін әлі дәлелдеу қажет. Ал мемлекеттік айыптаушы қамаудағылардың үстіне тағы мерзім қосуды сұрайды. Бұл қылмыстық іс немен аяқталады? Оны алдағы хабарымыздың бірінде көріп білетін боласыздар. Ал мен өздеріңізбен эфирде келесі жүздескенше қоштасамын. Аман саулықта жүздесейік.